Қазір осы жиналыста біз негізі мемлекеттің, ұлттың тағдырын шешетін жиналыста отырмыз. Бүкіл нәрсе маңызды, мұнай маңызды, бірақ бензинсіз өмір сүруге болады. Бидай маңызды, нан маңызды, бірақ әйтеуір аш құрсақ болсаң да өмір сүруге болады. Ал ұрпақ милау болатын болса, ұрпақ егерде білімсіз болатын болса, ұрпақ санасыз болып өсетін болса, сіздің мұнайыңызда, наныңызда, бүкіл байлығыңызда текке қалатын бір нәрсені еске алыңыздар. Сосын бір нәрсені түсіндіріңіз, сіздерден өтінемін. Бұл жерде бір жеке бастық шаруа бар деп ойламаңыздар. Министрмен, я болмаса вице-министрмен өте жақсы танимын. Ерлан Кенжеғалиевті танимын. Эльмира қарындасым, мен өзім бұрыннан білетін өте сыйластық адамдармыз. Бірақ ана Платон мой друг, истинно дороже деген сияқты бар ғой. Бұл жерде біздің қарым-қатынасымыз бұл 4-5 дәрежеде тұрған нәрсе. Мынандай жағдайда кім қарындасым Эльмира жақсылап түсініңіздерші, сыйласам деді, көңілдеріңізге келмесін. Қатынасқан 13 баспа, ең көбінде 100 дана жаңағы оқулық, әдістемелік құрал. Ең кемі, ең аз дайындаған 10 дана дайындаған, жалпы саны 800-ге жуық оқулық. 3 тілде, әртүрлі салада, сайттан ешқандай распечатка жасап алу, көшірме жасау, жүктеуге мүмкіндік жоқ. Тек интернетте, компьютерден ғана көресіз осыны. Бұндағы жайда сапалы сараптама жасау просто мүмкін емес. Это формальная демократия, жігіттер, қыздар, бауырларым. Енді қараңыздаршы, мен жерден біраз нәрсені бір шұқшиып қарағаныма көп болды, иә. Атамұрамен мектептен басқа бұл жерде бір нақты бір несі бар, опыты тәжірибесі қалыптасқан жерде соны көріп отырған жоқпыз. Иә, оның үстіне бар ғой кім. Бір нәрсені қараңыздар. Бекіткен бағдарлама сәйкес жасалған жоқ. 7-ші сыныптың оқулығы бар ғой ана. Сонда қарап отырсаңыз 13 бөлімнен тұрады. 13 бөлім 13 жаққа қарап тұр. Мемлекет тілді оқып үйренеміз, өлші тілді беру өнер дейді, екінші уақыт олғыш дейді, үшінші жерде климатты өзгертілді. Қазақ тілі әдебиетін деген нәрсе. Ежелғалар Ұлжібек жолы жақсы, спорт және денсаулық күтімі, одан ұқсатым дейтін сөз бар. Ұқсатым дейтін сөз маған қазақшасын, орысшасын айтып береді. Ұқсатым дейтін сөзді мен несін тапқан жоқпын. Баламасын тапқан жоқпын. Ұқсатым дейтін сөзді. Жансая, сен бір қазақ тілін бір адамда білетін жігітсің ғой. Ұқсатым деген не деген сөз? Мысалы мен білмедім осы сөз. Осы бір қазақтың тілін білсе, Жансая, сен білесің, көзіме сен түсіп тұрсың. Ұқсатым дейтін сөзді не деген сөз ол? Апамдан таң, Жансаядан таң, мен таң, елдан таң, аңтаңмен өлетін болдық. Наурыз мейрамы деп келеді, бұқты барақты қайдан келген, одан жастықтың оты қайдасың, ғылым мен техниканың соңғы жаңалықтары. Бір бірізділік деген, бір основа деген болмай ма, бір ғылыми негіз деген болмай ма? Сосын бір жерде алып кетті, қазақ тілі әдебиетін оқытуда Кембридж әдістемесі не үшін қажет? Сабақ тапсырған профессорда Кембридж университеті мамандарының жаңағы тәжірибесі назарға алынды дейді. Ол ешқандай апробациядан өткен жоқ. Қазақстан подобный кролик емес сендерге. Кембридж ешқай жерден өткен жоқ. Айтыңыздар, бір жерден Кембридждің жаңағы оқу әдістемелік кешені мына мемлекетте өтті. Голландияда өтті ме? Өткен жоқ. Англияда өтті ме? Өткен жоқ. Неге Қазақстанда өтеді Кембриджский жаңағы не? Бағдарлама. Оны қазақ тілі әдебиетіне, сосын қазақ тілі мен әдебиетті неге біріктіріп жүрмін? Геометрия мен алгебраны біріктіруге болмайтын сияқты. Тіл это грамматика, әдебиет это хрестоматиялық негіздегі әдебиет. Ол неге біріктірілген? Қате, постановка вопроса вообще қате. Енді әдебиет болған соң оңай елге түсінуге оңай осы әдебиет айтып отырмын. Берілген тақырыпта ұлттық ерекшеліктер ескерілмеген. Мысалы үшін егін мал шаруашылығының суреттері қолданылған, қазақша суреттер шығармашылық еді, ана суретке қараңыздаршы. Ана Шотландияда ма, Скандинавияда ма, қайда? Әне Қазақстанда андай орман бар ма? Табандай орман. Ана қайық итеріп жатқанын екеуі не істеп жатыр тұштыңда? Ана мына жақта ана көпені, ана Лениннің шалашының қасында ана саршаш жігіт не істеп жүр? Бір ептеп, сосын вообще мына неге қазақ әдебиетіне еңбек және климаттық жағдай деген нәрсенің қандай қажеті бар вообще? Келесі бет. Әдебиет оқулығына мынандай тақырыбы лайық па екен? Қара, климаттық жағдай, ауа райын болжау, анау мынау. Жоқ, мен сіздерге алдын алып, мен подходты айтып отырмын кім. Енді келесіні жіберші, мен просто жылдам айтсам. Тыныбай Нұрмағамбеттің әңгімесі сай ұлттық нақыштағы сурет табылмады ма? Қараңызшы. Ана жерде бар ана крепостнойдың хозяиннің таяқ жеген крепостнойдың суреті ғой анау ана. Анау мүлдем келмейтін сурет, подходтың өзі қате жігіттер. Келесі дұрыс тамақтану денсаулықтың кепілі. Дұрыс тамақтанудың қазақ әдебиетіне, қазақ тіліне қандай қажеті бар? Оған келді Коки Хаяси 4 жаста токиялық суға піскен күріш, мисо сорпа, жүзім, алмұрт және сүт ішеді дейді.
осыны айтып келеді де, аяжанда адам өмірінде 40 тоннаға дейін әртүрлі азық түлік жейді екен, ғалымдардың пікірінше көкөніс жеміс жидек бізді бақытты етеді дейді. Не вегетарианствоның насихаты ма бұл? Қазақ ет жемей ма? Ментальность дейтін нәрсе. Сонда вегетарианствоны айтып жатырмын. Бұл не деген бұл оқулықтың мазмұнын қарап отырсаңыз, мүлдем келесі айтып жіберші кім? Оқулықтың мазмұны бар. Кім популизм емес, Эльмира. Бұл жанымның ауырған нәрсесі. Эльмира популизм емес. Оллахи популизм. Құдайдың атымен ант еткен популизм емес. Мен алып тастаған жоқсыз, осы неш кетіп бара жатқан соң айтып отыр. Мен қазір айтып отыр. Сіз сөз бөлмеңіз. Эльмира, сөз бөлмеңіз. Оқулықтың мазмұны мынау. Қазақтың ақын жазушыларының ұлағат сөздері жоқ сияқты тура Эйнштейннің сөйткен. Дүниеде екі нәрсе бар. Бірі ғалам дейді. Екіншісі Эльмира адамның ақымақтығы дейді. Эйнштейн айтты, мен айтып отқан жоқпын. Мына былай болсын, ендеше подход былай болсын. Мына қазір біз салдарымен көрдік. Мы боремся последствием, не причиной, а последствием боремся. На самом деле, ең консервативный болуға тиісті сала бұл білім саласы. Бұны конкурентный средаға, пожалуйста, производствосы, мұқамбасын жібер, әдемілігін жібер, басқасын жібер. Ішіндегі мазмұны бұл мемлекеттік идеология қалыптастыратын. Мемлекеттік идеологияны көрінген тонын қарамағына жіберуге болмайды. Қазір қалай? Мысалы, министерство алады да тендер жариялайды. Тендерді баспалар алады. Баспалар авторлық топты құрастырады. Солай ғой. Авторлық топты құрастырады, авторлық топ оқулық жазады. Ол қайттан келеді. Олай болуға болмайды. Олай болуға болмайды. То деген это фирма. Олардың бірақ мақсаты бар. Олардың мақсаты ақша табу ғана. Сондықтан да мақсат былай болу. Министерствоның қасынан Ыбырай Алтынсарин бола ма, НИШ бола ма, ғылым академиясы бола ма. Соның қасынан авторлық топты солар құру керек. Авторлық топ сосын оқу бағдарламасы, учебная программа, оқулық, жаңағы учебник, одан кейін ОБТ, жаңағы НТ, бәрі бір қолдан шығу керек, это последовательный болу керек. Өйткені оқу бағдарламасын біреу дайындаса, оқулықты біреу дайындаса, айтыңыздаршы, бауырларым, айтыңдаршы. Қараңызшы енді, келетті бар, мен не деймін, қобызым не дейді, біреу бірдеңені дайындайды. Вообще пәнаралық қарым-қатынас жоқ қой мына жерде. Біз халықты бар ғой, мүгедек қылып жатырмын. Эльмира, сен популист, басқа да мен саған ренжімеймін, сен де өзің жұмысын шығар. Мен Ерланға айтып жатқан шаруа емес, Эльмира саған айтып жатқан шаруа емес. Ол Саранжиевқа айтқан шаруа. Бұл баяғыда басталған нәрсе, сіздер түзете ме деген оймен айтып отырсаңыздар, сіздер маған блок ұстап аласыздар. Мен сіздермен күресейін, сіздерді мұқатайын деп отырған жоқпын. Сіздердің мен жауым емессіздер. Айналып келген ұрпақтың қамы ғой. Мына нәрседе мүлдем болмайды. Мына пәнді комиссия керек жоқ. Мынаның бәрі сызып тастау керек, жігіттер. Вообще қыздар қажеті жоқ мына болып жатқан нәрсе. Басынан бастап қайттан қаралу керек. Непосредственно нақты пән үшін бір адам жауап беру керек. Өткен жолы министр өкінішке орай енді сасқан шығар, айта салды, біз жауап береміз. Шын мәнінде заңсыз тұрғыдан жауап бермейді. Оқулықтың қателігіне келеді. Мен тендер жариялаған, пожалуйста, ана тодан сұра дейді. Енді неме жариялап жатсыздар сіздер? 13 баспа атасының басына жема тендер жариялаған? Бұлар деген өздері қазір шығатына... Жоқ, тендер емес, сіз конкурентный средаға тас... Міне, жігіттер, құрметті мұғалімдер, мен айтатынды айтамын. Бұл менің сөзім емес. Бұл менің сайлаушылардың тарапынан болып жатқан талап. Айтып отқан дүниелер. Қай оқулық ашсаңдар, Атамұрадан басқа, мектептен басқа, кез келген оқулық ашсаңдар, ішінде қате өріп жүр. Қате өргенде олардың да кінәсі емес. Басындағы стандарт бекітілген кездегі жүйенің қателігі. Жүйе түзетілмесе, мың жерден аяғың астындағы суды құрғатсаң да, анау тесіліп қалған трубаны жамамасаң, ол аға береді. Анау краниктің басын жабу керек. Краниктің басы министерствода тұр, краниктің басы жүйеде тұр, краниктің басы үкіметте тұр. Осы нәрсені бітеп алып барып жөндемесек, біз қазір салдарымен осы жерде отырып бар ғой, күлтөбенің басында күнде жиын жасаймыз. Мынау көз бояушылық, алдау, елдің басын жаңағы изетіп алып бар ғой, вас слушать и доесть ме тұршы? Я деп қояды, өздеріңіз дегендеріңіз жасау. Бұл пәле болған нәрсе ақша. Көп-ақ ақша бөлді, ақшаны игеру үшін әкеп ортаға тастай сал, ортадағы аққатын алу үшін жасалып жатқан нәрсе. Бұны тоқтату керек. Егер осы ақшаны жақсылап тұрып, мығымдап бір авторлық топқа төбесінен төмен қарай алдың ғой, әрқайсысына $100,000 берсе, әкесінен таныған тамаша оқулық жасап шығаруға болады. Олай емес, бұл талан-таражға халықтың қазынасын салып, ұрпақтың санын улау дейтін нәрсе. Эльмира, саған айтып отқан жоқпын, сен жасап отқан жоқ. Ренжіме, популизм емес, шын айтамын. Маған популизм тап осы жерден 5 деген қажет жоқ. Бұнымен популизм істеп ешкімге ұнамайтынды өзім де білем. Бірақ жанымыз күйіп бара жатыр. Өйткені біз ұрпағымызды ақымақ, милау қылып жатырмыз. Мына дүниенің барлығы бар ғой, негізгі бақыт осылай. Қазақ тілі әдебиетінің ішіне Робинзон Крузоның, Эйнштейннің, Исаак Ньютонның 5 деген қайда, Қазтуғаным қайда, Доспамбет қайда, Абай қайда, Мұхтар қайда, Әбіш қайда, олар жоқ.
басқа орны. Бұл ниеттің өзі, осындай нәрсеге допускать етудің өзі, тіпті осындай нәрсені жасауға болады деп ұсындырылып отқан нәрсенің өзінің негізі сіздерде жатқан дүние. Қазір оқып жатқан оқулықта ол Қожа Насырдың хаты сияқты. Қожа Насырға хат жазып берсе, мен аяғым ауырады дейді. Неге аяғың ауырады? Аяқтың не қатысы бар десе, мен жазуымды өзімен басқа ешкім түсінбейді, барып өзім оқып беруім керек дейді. Тура сол сияқты ешкім мына оқулықты түсінбейді. Жасап жатқаны осы уақытқа шейін бар ғой, 2017-ге шейін балалардың, ұрпақтың миын милауып келдік. Енді түзетейік. Түзету үшін мына комиссияның жұмысы 5 тиынға қажет емес. Кешіріңіздер, әуре оқи неше бір жеті жатсыздар ғой. Міне мұғалімдердің өздеріне шындап келгенде сұраңыздар, журналистер сұрап өздеріне сұраңыздар. Әр жақтарында бұлардың да жаны ауырып бара жатыр. Ішінде қанша дегенмен жаны ауырып, өмірін осы балаға ұстаздық етумен келе жатқан адамдар ғой. Жандар ауырып отыр. Шындап жекелеп сұрасаңдар, осы жүйеге елдің бәрі қарсы. Біз қазір салдармен күреспейміз. Бір елде бірақ оқулық болу керек. Авторлар тобын мемлекет нақты өзі жасақтау керек, өзі талап ету керек. Одан ақшаны аямау керек. Ал конкурентный средаға идеологияны, первый линия обороны тұрған идеологияны конкурентный средаға тастау деген сөзіміз, мысалы үшін мемлекеттік қауіпсіздікте, қорғаныс министрлігінде, сыртқы істер министрлігінде кейбір объектілер бар ғой, ешқандай ол государственный частный партнерствоға салмайтын. Тура сол сияқты бұл нәрсені государственный частный партнерство салуға болмайды. Бұл мемлекеттік идеология, бұл ұлттың тағдыры, ұрпақтың тағдыры. Сондықтан мына комиссияның, Эльмира, дұрыс түсініңіздер, мына комиссияның жұмысының ешқандай да қажеті де жоқ. Осы отырған отырысыз 5 дейді. Қазір аласыздар, сіздер салдарымен күресіп қой, отвлекающий маневр жасап отырсыздар, елді миын ашты. Мына нәрседен ешқандай ештеңе түзеледі деп ойламаймын. Жүйе түбінен түзелу керек. Егер осымен келіссеңіздер, мына комиссияның жұмысын тоқтатайық. Сол айтайын.